Құрметті достар, бүгін сіздерге мұндай жазуда қалай жасалынатынын үйретемін. Әлиф, ләм және хә деген әріп, төрт әріп. Төрт әріпті бір-біріне қосқан кезде Аллах деген сөз шығады. Әлиф, екі ләм былай бір-бірден қосылып жазылады, соңында хә жалғанады. Сол кезде біздің Аллаху деген, Алла деген сөз шығады. Келесі мим, хә, тағы да мим, сосын дәл әріптер қосқан кезде Мұхаммед деген жазу. Алла және Мұхаммед деген сөздердің қалай жазылатынын біліп алыңыз. Тым құрығанда осы сөздердің көрініс пішінін жаттап алыңыз. Мұна қандай сөз деген кезде Алла, мұна қандай сөз деген кезде Мұхаммед деген сөз екенін біле жүріңіз.